Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабағымыз жаратылыстану пәнінен. Ал сабағымыздың тақырыбы қандай денелер жарық өткізеді? Бүгінгі сабағымыздың мақсаты кейбір денелердің жарық өткіздігіштігін зерттеу, құрылған жоспарға сәйкес бақылау жүргізу және қорытынды жасау болып табылады. Балалар, бөлмелеріңізге қараңыздар. Ал сіздердің бөлмелеріңізге жарық не арқылы түсіп тұр? Әрине, терезе арқылы. Терезе арқылы жарық түседі. Терезе арқылы сырттағы, даладағы заттарды көруге болады. Ал олай болса балалар, терезе, яғни шыны, әйнек арқылы, терезе арқылы әйнектің қандай зат екеніне тәжірибе арқылы көз жеткізейікші. Олай болса, менің алдымдағы екі стаканда, бірінші стаканда сүт, ал екінші стаканда су құйылған, сұйықтық қойылған стакандар, шыны стакандар тұр. Ал енді балалар, осы стакандағы сұйықтықтарды салыстырайықшы. Не байқадыңыздар? Бірінші стакандағы сүт басқа заттарды көрсете ала ма? Көріне ме? Әрине көрінбейді. Ал екінші стакандағы судан басқа заттарды көре аламыз ба? Көре аламыз. Яғни тәжірибенің нәтижесінде мөлдір заттар арқылы басқа нысандарды біз көре аламыз деген тұжырымға келдік. Менің алдымда 10 түрлі үлгідегі заттар бар. Осы заттардың қайсысын мөлдір заттар деп атауға болады? Пластикалық құты бұл мөлдір зат. Шыны стакан бұл мөлдір. Ал скотч, әрине, ол да мөлдір. Ал мынау қара түсті материал бұл мөлдір ме? Жоқ, мөлдір емес зат. Алма, банан бұл мөлдір зат па? Мөлдір емес зат. Ал фосфордан жасалған фарфор, шыныдан жасалған стакан бұл да мөлдір емес. Яғни бұл заттар мөлдір емес заттар. Ал енді полиэтилен қалта. Балалар, қараңыздаршы, полиэтилен қалта мөлдір ме, әлде мөлдір емес пе? Екеуіне де жатпайды. Бұндай заттарды, бұдан анық көрінбейтін заттарды, бұларды біздерді жартылай мөлдір заттар деп атаймыз. Кәні мысал келтірейік. Мына шыны, қоңыр шыны стакан. Бұл да жартылай мөлдір зат. Ал қарапайым дәке, біз қолданып жүрген дәке де, ол да жартылай мөлдір зат болып саналады. Сонымен балалар, біздер бүгін заттардың 3 тобы: мөлдір заттар, мөлдір емес заттар және жартылай мөлдір заттар деген заттар тобын оқып таныстық. Анықталған 3 топтың ішінен тәжірибеге пластикалық құты, қара түсті мата және полиэтилен қалтаны тәжірибеге алатын боламыз. Ал бүгінгі біздің сабағымыздың басты сұрағы қандай денелер жарық өткізеді деген сұраққа біз нақты жауап алатын боламыз. Ол үшін қазір менің алдымда жарық бар. Міне осы денелер жарықты қалай өткізеді екен? Соған мұқият қарап отырыңыздар. Бірінші бізде мөлдір дене, бұл пластикалық құты. Мен оны жарыққа жақындатайын. Балалар, қараңыздар, мөлдір дене жарықты жақсы өткізеді екен. Ал енді қара түсті мата, бұл жарықты қалай өткізеді? Кәреге қарайық. Мөлдір емес, яғни дене бұл жарықты өткізбеді. Неге қараңыздар, жарық өтпеді. Ал енді полиэтилен қалта, бұл жартылай мөлдір зат. Бұл жарықты қалай өткізеді екен? Қарайық. Полиэтилен қалта жарықты нашар өткізеді. Өткізеді, бірақ нашар өткізеді. Неге көрдіңіздер ме балалар? Бұл заттардың қалай жарықты өткізетініне біз көз жеткіздік. Осы тәжірибе нәтижесінде
қандай денелер жарық өткізеді деген сұраққа мөлдір денелер жарықты өте жақсы өткізеді. Ал мөлдір емес денелер жарықты өткізбейді. Ал жартылай мөлдір денелер жарықты өте нашар өткізеді деген тұжырымға, қорытындыға келдік. Бүгінгі сабақтағы тәжірибе нәтижелеріне бір шолу жасау өтейік. Мөлдір заттар арқылы басқа денелерді көруге болады. Мөлдір денелер жарық өткізгіш болып келеді. Мөлдір емес денелер жарықты жұтады, өткізбейді. Мысалы, қара түсті перде, фарфордан жасалған стаканды айтуға болады. Жартылай мөлдір денелер олар жарықты нашар өткізеді. Мысалы, медуза теңіз жануары және целлофан қалтаны мысал келтіруге болады. Өз бетіңмен жұмыс дәптерін алып, 50-ші жұмыс парағына тәжірибе нәтижесін жазып көр. Мөлдір емес заттарды кестеге жазып түсір. Ал 51-ші жұмыс парағында берілген тапсырмада жарықты өткізетін заттардың аты жазылған жолақтарды сары түспен, ал жарықты өткізбейтін заттардың аты жазылған жолақтарды қызыл түспен боя. Оқулықтан сен білесің бе, ойлан тап айдарына өздігінен жауап беріп көр. Бүгінгі сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Сау болыңыздар.